Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін адам ағзасына өте пайдалы, дәруменге бай, өте дәмді керемет салат дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, жасап көріңіздер. Жеңіл салат. Бізге салат жапырағы, руккола, осыны сары бұрыш, помидор, капуста, фетакса сыры, зәйтүн май, сонымен қатар салатқа арналған кез келген дәмдеуішті қолдансақ болады. Алдымен капустамызды жақсылап жуып алып, осылай ұсақтап, солонка етіп турап аламыз. Міндетті түрде ұсақтап тураңыздар, сонда салаттарыңыз әдемі болып көрінеді. Ас көктерімізді жақсылап 5-6 мәрте тазалап жуып аламыз. Капустамызды турап болғаннан кейін үстіне тұзымызды саламыз. Тұз жарты шай қасық тұз саламыз. Қатты көп салып жібермейміз, өйткені капуста көп тұзды ұната бермейді. Аз ғана салып, осылай қолымызбен араластыратын боламыз. Ендігі кезекте бұрышымызды турайтын боламыз. Бұрышымызды да солонка етіп, чұқалап турап аламыз. Салаттың мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар да болады. Мен аз ғана жасадым. Бұрышымызды да капустаның үстіне салатын боламыз. Помидорымызды да турап саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай солонка етіп, бұны да турап аламыз. Достар, видеоларым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Жақындарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға видеоларымды таратып, көмектесіп жіберсеңіздер болады. Алдын ала көп рахметімді айтамын. Қазақша контентке үлестеріңізді қосып, қолдап отырыңыздар. Енді помидорымызды да салатын боламыз. Онан кейін барып, салат жапырақтарымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Рукколаны ұнатпасаңыздар, кинза немесе петрушкамен алмастырсаңыздар болады. Бұл да өте керемет ас көктің бірі, пайдалы. Фетакса сырын осылай жалпақ етіп, төртбұрышты етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Осылай салатқа арналған дәмдеуішімізді саламыз. Егерде жоқ болса, орнына қара бұрышты салсаңыздар болады. Зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтар келсе де қоя беруге болады. Қонақтарға да ұнайды, сөзсіз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар, комментарийға жазып қойыңыздар. Мен оқитын боламын, егерде ұнап жатса. Осылай сырымызды салып, тағы да араластырамыз. Тарелкемізге салып, әдемелеп ұсынатын боламыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.